Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге 4 айлық баланың дамуы туралы ақпарат беретін боламын. Канал пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. 4 айлық бала, егер қыз бала болса, бойы 61-63 см, салмағы 5-8-7 кг. Ол бала бойы 62-64 см, салмағы 6-7-2 кг аралығында болады. Шомылдыру туралы айтатын болсақ, шомылдырған кезде судың температурасы 37-36-5 градус болу қажет. Шомылдыру ұзақтығы әдетте 3-8 минут. Алайда сәбидің көңіл күйі жақсы болса, одан да ұзақ уақытқа шомылдыру өте пайдалы болмақ. Сәби осын 4 айлық кезінде шалқасына жатып, өз қолын ұстап көре бастайды. Аяғын, табандарын ұстап ауызға апарады. Етбетінен жатып, жерге шынтақтап, білегіне сүйенеді. Осы кезде басын сенімді ұстайды, екі жағына емін-еркін аунайды. Ал егер осындай әрекеттер жасай алмаса, онда етбетінен жиі жатқызыңыз. Кеудесінің астына жайлықтан балик орап салыңыз. Және міндетті түрде массаж курсын алу қажет болады. Бала 70-80 см қашықтағы заттарды ажыратып, қызыл, жасыл, сары, көк түстерді ажырата алады. Естіген дыбыстарын іздеп елеңдейді, қарайды. Сөйлегеніңізге күлімдеп жауап береді. Ұйқысы туралы айтатын болсақ, сергектік уақыты 1 сағат 30 минут, 2 сағаттай, күндізгі ұйқысы 2-3 сағат, күндізгі жалпы ұйқысы 4-5 сағат, түнгі ұйқысы 10-11 сағат. Сәби осы 4 айлық кезінде жалпы 14-16 сағат ұйқыда өткізеді. Yes!